Endi balam endi ne deymiz endi biz сол жақта туылып өстік сол 5 жасымыздан сол жерде өскенбіз сол Латайдың аузында өсіп сол Латайдың аузында осы күнге келіп бала шағаны бірақ сол жерде жеткіздік. Сол жерде өкіметке де еңбегімізді сіңірдік. 40 жыл 50 жыл сол өкіметтің малын бақты 60 жыл. Сонымен ол 60 жылдан кейін қосонда қоя беріп сол берген малымыз өсіп соның өсіп осы жаққа келіп отырмыз. Және жайылымымыз өкіметтен берген патшаның жеріміз бірақ сол жақта қалып отыр біздің атымызда бірақ. Күні бүгін компьютерде бәрі жердің аты үйден тартып жайылым кетілімнен тартып егістік жерден тартып атымызбен пәленшенің сен жер пәленшен деген атымен тұр. Сол жерден енді өкімет бермей қойған болса жоғарғы патша Жүнгі патшасы онда біздің давамыз жоқ еді, бізден берілмейді. Жеке біз емес осы дүниенің жүзінде кетіп жатқан Жүнгенің гражданы көп. Осылардың жерінің бәрі сол артында бар жері өзінің атында тұр. Үйінен тартып сол жайылымынан тартып егістігінен тартып. Ал енді Латайдағы сол 5 ауылдықтың бұрынғы көз көргеннің бәрі кетті. Одан қалғандар сол 60-70 жыл солға ертеп төккен осы екі ақшалап тұрмыз бұл жақта. Начальникіміз. Ал енді кеткеннен кейін қалған ұрпақтардың бәрі орта жастағысы да кетіп қалды. Енді қалғандар ең шең төменгі қалды. Және осы заңды білмеймін өкіметтің келіп жатқан сол жайылым заңын кімнің атында болса соның атында тұрады. Бұл қашан 50 жыл тошқанша. Сол өкім жоғарғы патша Жүнге патшасы беріп түсіріп отырса жайылып бұнымызды біздің. Енді өлкертілеген ауылдықтың 5 қалған жас кәдірдер бөліп болып отырса бұл арада бізді алалап. Ал бөліп болса болды да. Осы жаққа келген 20 қаншайдың тоңған чүйіне беріп қалған 10 шақты үйінде бермей отырса бұл енді алалықтарды. Мысалы бұл арада Жусандық алып отыр, Қоңқайдық алып отыр, Сейілік алып отыр, және сол жақта туыстары бар алып отырса. Ал біздің жау жақта да туысымыз жоқ қой. Қызымыз да қалып отыр, туған қыз да, бұлар да қалып отыр. Болмаса содарға берсе оны, бермесе біздің атымызда тұр компьютерде бүгін сол пәлен жылдық 50 жылдық жер жайылымы дейді, пәлен жылдық егістік дейді, бірақ атымызда тұр. Өкімет беріп отырғаннан кейін бізге алаламай-ақ берсе болмай ма? Бермесе осы жаққа қазақстан кеткен бірақ бермей қойса болмай ма? Берсе кеткеннен кейін алаламай-ақ 2 жалдықын беріп қалған 10 шақты үйдікін тұтас берсе болмай ма өкіметтің? Біздің пікіріміз осы. Және қалған жас баладар кешегі бақсыңдар кейін осы бойынша дүние қолдарында тұрмайды, ертең сендердің қолдарында кетеді. Біздің ақымызды табанат маңдайтарымыз жегеніңменен және кейінгіні жей алмайсың. Бұны өкімет әзір екі жақтың өкіметі де ол жайылым заңында ешқандай шатақ жоқ. Қай жерге келсең де кім 50 жыл басында құралған болса Қазақстанның да сол, Қытайыңда да сол өзі 50 жылдық жайылымдағы соның басында үй соның бойында. Енді біздің айтатынымыз сол көп айтайық, аз айтайық. Және алалап беріп отырсыңдар, енді оны өздерің ойланып көріңдер, енді қалған жас ұрпақ енді. Мен неған келдім ау? Енді ондай болса, әкем өтсен, әкемді көре қалған өлмесін дейді екен бұрын. Мен енді өзім жасым 90-ға келіп отыр, 70 жыл Латайдың аузында еңбек істедім. Латайдың суын бірге іштік, бірге жүрдік. Барлығымыз сол жерде бір болдық. Сол жердегі меніменен теңдес, мен ғана қалып отырмын, Ахмет қалып отыр, Қызыр қалып отыр, Шағадан қалып отырмыз, қарақтарым. Енді Қазақстан өткен 20 үйді бөлмей-ақ берсеңдер, сол 20 үйдің түгел берген болсаңдар болатын еді. Бермесеңдер, бірақ бермей қойсаңдар болатын еді. Осыны бөліп тастаған жерлеріңе келгенде, біздің кішкене ішім ауырып отырған жер менің осы. Мен бір Алтайдан келгем жоқ, Кәңсіден келгем жоқ, Латайдың аузында 70 жыл жүріп, еңбек істеп, Латайдың суын іштік, осы отырған 2-3 жыл. Осындай болғанда кішкене осы еңбегімізді толық берсіңдер болатын еді, кеше туған балаларсыңдар, бүгін міне солар сені ұстап отырсыңдар, міне бізді бөліп тастағандарыңа қарағанда кішкене көңіл. Екі патша бір-біріменен дос болып отыр. Сол ақшамызды берген болсаңдар, сол жақта ұлымыз да қалып отыр, қызымыз да қалып отыр. Болмаса солардың қолына берген болсаңдар болатын еді. Болмаса солардың қолына да бермедіңдер. О бала шағамызға да бермедіңдер, міне бізге де бермедіңдер. Бөліп тастағандарың енді өштеріне келгенде қандай болады екен, енді оны өздерің. Біздің енді өкпеміз сол, өштердегі Ахмет, мен осы 2 жылдың өкпесі осы, осыны айтқан отырмыз. Енді осыны өздеріңді ойлап көріңдер.